Бірде кішкентай бала орманда адасып кетті. Ол ұзақ жол іздеді, бірақ орманнан шыға алмады. Мен кенеттен қарияны көрдім. Бала қатты қуанып, оған жүгірді. «Мен адасып кеттім», деді ол. «Мен бұл орманда қатты қорқамын. Мен жегім келеді. Өтінемін, маған көмектесіңіз». Қария нәрседегі қарап басын шайқады және қолына түсті. Бірақ қарт оған тағы да көмек ұсынбады. Біраз уақыттан кейін бала қарттың не істеп жатқанын байқай бастады. Ол жидектер жинады және ағаштың жаңғақтарын жұлып алды. Бала оның артынан қайталай бастады. Қария терең орманда қалай тірі қалуды жақсы білді, ал бала одан көп нәрсе үйренді. Ол жемістер, саңырау құлақтар, жаңғақтарды, балық теруді, тұрғын үй салуды үйренді. Ол өзі үшін жауап берді. Ақылды қарт балаға жауапкершілікті сезінудің орнына осыны үйретті. Егер сіз адамға көмектескіңіз келсе, оған балық емес, қармақ ұсыныңыз дейді. Оны өзі ұстап алсын. Бұл біздің ақылды қарттың істеген ісі. Біз өзгелер, біз үшін жауап беретін ойын шарттарын ары қарай мектепте мұғалімдер біздің білімімізге жауапкершілікті алады. Ал біз жұмыс істей бастаған кезде бастық бәріне жауап береді деп сенеміз және біз ол үшін ғана жұмыс жасаймыз. Осылайша ол ұрпақтан ұрпаққа қайталанады. Біздің көпшілігіміз өзімді күтудің орнына. Басқаша айтқанда, денсаулығымызға, білімімізге, жұмысымызға, өмірдегі жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз. Өз өмірімізді өзгелер не істеу керек деп өткізеді. Мүмкін бұл түйек шеңберді бұзып, балаларыңыз бен жақындарыңызға өз өмірлерін толық жауапкершілікке алуға мүмкіндік беретін уақыт келді ме?